Қымбатты білім алушылар, менің математика каналыма қош келдіңіздер. Санның бөлігін табу тақырыбы бойынша есептер шығаруды үйренеміз. Санның бөлігін табу үшін санды осы бөлшекке көбейту керек. Нөмірі 667 есеп. 30-дың 5-тен 3-ін. Яғни бізде бұл есепте 30 деген сан берілген. Осы 30 деген санның 5-тен 3 бөлігін табу керек. Ол үшін ережеде айтылғандай, мына тұрған 30 санын көбейтеміз 5-тен 3 деген бөлшекке. 30 бен 5 қысқарады. 5-ке 1-ден тиеді, 30-ға 6-дан тиеді. 6-ны 3-ке көбейтсек 18. Келесі есеп. 120-ның 10-нан 3-ін табу керек. Бізге берілген сан 120. Осы санның 10-нан 3-ін табу үшін ережеде айтылғандай осы бөлшекке көбейту керек. 120 мен 10-ды қысқартамыз 10 санына. 10-ға 1-ден тиеді, 120-ға 12-ден тиеді. 12-ні 3-ке көбейтсек 36. Келесі, 150-дің 3-тен 2-сін табу үшін 150 санын 3-тен 2 бөлшегіне көбейтеміз. 150 мен 3 қысқарады. 3-ті 3-ке бөлсек 1-ден тиеді, 150-ді 3-ке бөлсек 50-ден тиеді. 50-ді 2-ге көбейтсек 100. Оқушылар, келесі есебіміз бөлігі бойынша санды табуға арналған есептер. Бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды осы бөлшекке бөлу керек. Олай болса, бізге 3-тен 2-сі 10-ға тең деген есеп берілген. Біз 10 деген санды осы 3-тен 2 деген бөлшекке бөлеміз. Енді ереже бойынша бөлу ережесінде бірінші сан өзгеріссіз жазылады, 3-тен 2-нің кері саны жазылады, және де бөлу амалымыз көбейтуге өзгереді. 2-ден 3 болып жазылады. Енді 10 мен 2 қысқарады, 5-тен тиеді, 5 жердегі 3-ім 15. 6-дан 5-і 50-ге тең. 50 санын бөлеміз 6-дан 5-ке. Бөлудің ережесі бойынша бірінші санымыз өзі жазылады, бөлу амалымыз көбейтуге айналады, және 6-дан 5 деген бөлшектің кері саны жазылады. 5 пен орнына ауысып түседі. Яғни 50 мен 5-ті қысқартамыз. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1-ден тиеді, 50-ді 5-ке қысқартсақ 10-нан тиеді. 10-ды 6-ға көбейтсек 60. 7-ден 3-і 30-ға тең. 30-ды жазамыз. Бөлу 7-ден 3. 30 санын өзгерісі жазамыз. 3 бөліміне түседі, 7 алымына жазылады. 30 бен 3 ортақ 3 деген санға қысқарады. 3-ті 3-ке бөлсек 1-ден тиеді, 30-ды 3-ке бөлсек 10-нан тиеді. 10-ды 7-ге көбейтсек, есептің жауабы 70 болады. Егер де оқушылар видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, өз ойларын, пікірлеріңді айтып, лайк басуды ұмытпаңдар.